Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осылай пиццаны табада дайындайтын боламыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, уақытты үнемдейсіздер, тез дайын болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, кішкене араластырып аламыз. Енді үстіне майонезі және қаймақты салып, тағы да бір араластырамыз. Бұл пиццаның тестасын дайындауға менде ары кетсе 5 минут уақыт қана кетті. Өте тез дайын болады. Және қамыры да жұп-жұқа болып шығады. Мен өзіме қатты ұнап қалды. Духовкада пісетін пиццадан ешқандай айырмашылығы жоқ. Тіпті одан да қамыры жұқа болып шығады десем болады. Міне осылай араластырып аламыз. Енді үстіне ұнды толықтай салып, тағы да бір келкі етіп араластырамыз. Міне араластырып алдық, енді табамызға саламыз. Мен осындай үлкен табаға саламын, 28 сантиметрлі. Егер сіздер кішкентай табаға салатын болсаңыздар, осы рецепт бойынша 2 пицца шығарсаңыздар болады. Бір тегіс етіп жайып аламыз. Енді бетіне сіздер кетчуп жағып шықсаңыздар болады. Мен үйдегі бар осындай ащы соусты қолданамын. Кулинарлық щетканың көмегімен бір тегіс етіп жағып аламыз. Енді үстіне салмасын салуымыз қажет. Мен салмасына қызанақ және ірімшік, колбаса қолданамын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен қалаған начинкаларыңыз салсаңыздар болады. Егер етті қылып пісемін десеңіздер, етті алдын ала пісіріп алып, майдалап, турап салсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Дәмі өте дәмді болып шығады. Қамыры да жұп-жұқа болып шығады. Енді қақпағын жауып, орташа отта 5 минут пісіріп аламыз. Міне, бетіндегі сыр ерігенде біздің пиццамыз дайын деген сөз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, осындай жұп-жұқа болып, дәмді болып піседі. Видео ұнаған болса, лайк қойып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира.